Өкпеге қисаң да аз ғұмырыңды сыйластықпен өткіз. Сыйлассаң тіріңде сыйлас, өлген соң жыласпа. Тірі адамда мүмкіндік көп, иіске, сүй, құшақта, аяла, бауырыңа бас. Әр секундыңды қимастарыңа арна. Өкпе, реніш, наз, ол еш уақытта бітпейді, егер сен бітірмесең. Әр кездескенде жоғалтып аламау деп бауырыңа бас. Көрсет шын ықыласыңызды. Қоштасарда да көріспей қалсам ше деген оймен қимай қоштас, білдір сезіміңді. Көрсет, ол адамның саған қымбат екенін. Қу тірліктің күйбеңімен уақыт зымырай береді. Ештеңе дәл бүгінгідей қайталанбайды. Әр уақыттың да, адамның да қадіріне жете біл. Сен өлгенше өштесіп жүрердей ол да шайтан емес. Не сен, не ол бірінші кетеді. Сол кезде өкінбейтін бұл. Қасыңда жүрген адамдарды бағалай біліңіз. Ешкімді өкпелетпей, ешкімді жамандамай, ешкімге өкпелемей, кек сақтамай, көргенде сағына көріскенге, ойнап күліп, әзілдесіп жүргенге не жетсін? Адамдарға сіз не берсеңіз, олар сізге 2 есесін береді. Өзіңіз сыйлы болғыңыз келсе, іздегенін, сағынғанын қаласаңыз, алдымен өзіңіз жасаңыз сол іс-әрекетті. Көкейіңіздегі өзімшілдікті тыйыңыз. Жасса өзі жассын, іздесе өзі іздесін. Мені ешкім іздемейді, мен неге оны іздеуім керек дейсіз, білем. Кішірейгеннің абыройы тасады дейді. Біреуге ренжіген адамның өмірге де өкпесі көп болады. Титімдей нәрседен таудай реніш жасап алатын адамдар жаңа достан да кірбің тауып алады. Құр реніш жүйке мен жүрекке ауыр салмақ. Болмашыға ренжи салатын адамдар бара-бара өз құнын да жоғалта бастайды. Ренжу, бос кеткен уақыт. Бетке өкпелеп, тоныңды отқа жақпа. Үйіңе келгенге үйдей өкпеңді айтпа. Ағайында өкпе бар да, кек жоқ. Адамдар мені білмейді деп қапаланба, мен адамдарды білмеймін деп қапалан. Мені жек көретіндерге уақытым жоқ, өйткені мені сыйлайтындарды сыйлаудан босамаймын. Өмірде ең жаманы көңіл қалу екен. Ренжітсе де, өкпелетсе де кешірерсің, ал бірақ көңіліңді қалдырса, оны орнына келтіру үшін біраз уақыт қажет. Рахатқа бола 5 күнгі, реніште көрме ешкімді. Ақылды адамдар ешқашан ренжімейді, олар нәтиже шығарады. Мен жайлы жаман пікір айтатындардың орны артта. Жақсы адамның ашуы шәй орамал кепкенше, жаман адамның ашуы басы жерге жеткенше. Сабыр ет, қуаныш күт, бәле келсе, күте тұр қайғы реніш ала келсе.
Бас көзі жұмылады, көңіл көзі жұмылмайды. Адам өзіне өзі бағынып, өзінің шешімдеріне бой ұсынып үйренуге тиіс. Өзіңді өзің тәрбиелеу үшін алдымен өзіңді өзің қатал әрі әділ сотына тарта білуің керек. Нені тез орындау көзделсе, қандай жағдайлар кездеспесін орындайтын бол. Перзент сүймей адамның мейірімі қонбас. Аз сөйлер де көп тыңдар, хас асылдың баласы. Адалдық өзі алданса алданар, өзі ешкімді алдамас. Ей көңілім, сыйлық күтпе, бұл заманнан қараңғы. Уақыт озар, барлығынан шаң қатпарлып адамды. Дертің әр сәт күшейеді, ауырады тынымсыз. Күткен менен мына уақыт емдемейді жараңды. Таудан биік көңіл бар, теңізден терең ғылым бар, оттан бетер қайғызар. Көңіліне қарай дос таңда, күшіңе қарай жүк таңда. Көзі соқырдан көңілі соқыр жаман. Біз көңілді болғаннан күлмейміз, қайта күлу біздің көңіл қошымызды келтіреді. Қайыршының кейпі күншілдің көңілін алаңдатпайды. Адам әзіз айтар деп көңілі салмағың, нәпсі алдаушы дұшпанның өсиетін алмағың. Әр адамның көңіл түбінде сылдырмақ бар, егер оған тиіп кетсек, адам өзіндегі ең жақсы әуенмен сыңғырлай жөнеледі. Мұңдасқан көңілде кір қалмайды. Шаршау тәннен емес, мидан басталады. Адам ойлағаннан да ғаламат істерге қауқарлы. Қабырға ылғалдан тозады. Адам сағыныштан күйрейді. Адам қарын тойғаннан гөрі көңіл тойғанына риза. Зарығып өткен көңіл мұңды, босқа кеткен уақыт мұңды. Күн жылытпайтын суық көңілді сөз ғана жылыталады. Каналды жоғалтып алмау үшін тіркеліп өтіңіз. Сіздің қолдауыңыз мені шабыттандыра түседі. Комментарияға лайк, өз пікіріңізді жазып, лайк басып өтуді ұмытпаңыздар. Жақындарыңызбен пайдалы ақпаратпен бөлісіп өтіңіздер.